Марал мұғалім ылғи сайыстарға қатысып жүретін мұғалім емес пе? Марал мұғалім өте сұлу. Марал мұғалім өте білімді ұстаз. Марал Амангелдиновна менің сүйікті ұстазым. Ол мұғалім 3-ші А сыныбының сынып жетекшісі. Марал мұғалім ылғи күліп жүретін мұғалім емес пе? Марал Амангелдиновна біздің мектебіміздің кәсіподақ ұйымының төрайымы. Марал Амангелдиновна жаңашыл, заманауи ұстаз. Иә, бұл мен туралы әркім әртүрлі ойлайды. Бірақ менің өмір баянымды ешкім білмейді. Олай болса, таныса отырайық. Мен Құдайбергенова Марал Амангелдиновна 1972 жылы 29 наурызда Семей облысы Бесқарағай ауданы Беген ауылында дүниеге келдім. 1989 жылы Беген орта мектебін аяқтап, Семей қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы Семей педагогикалық училищесіне түсіп, 1991 жылы ойдағыдай бітірдім. Сол жылы алғашқы ұстаздық қызметімді бастап кеттім. 1999-2002 жылдары Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетін тәмамдап, қызығы мен шыжығы мол ұстаздық еңбек жолымды жалғастырдым. Қазіргі таңда Бесқарағай ауданы, Бесқарағай ауылындағы Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімімін. Педагог зерттеушімін. Оқушыларым көптеген республикалық, облыстық, аудандық байқауларға үнемі қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Ғылыми жоба қорғап, алтын тұғыр, алтын сақа деген интеллектуалдық сайыстарға қызыға белсенді қатысып жүреді. Өзіме келетін болсам, барлық қоғамдық іс-шаралардың белсенді қатысушысымын, көркем сөз шеберімін және 3-ші А сынып жетекшісімін. Бастауыш сынып мұғалімі баланың жанының қамқоршысы. Менің алдымдағы әрбір оқушы менің ой қиялым, менің ерік жігерім, менің шабытым. Бастауыш сынып мұғалімі ретінде менің мақсатым оқушыларымды жан-жақты дамытып, олардың саналы азамат болып қалыптасуына ықпал ету. Оқушыларымда өзім сияқты шығармашылыққа жақын, қоғамдық іс-шараларда бой көрсетіп, өнер мен білімді қатар алып келе жатқан ең белсенді сыныптардың бірі. Әр бала жеке тұлға және олардың қалыптасуына бағыт-бағдар беру менің ұстаздық қызметім. Менің педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. Ал өмірлік ұстанымым білім алу батылдық, оны толықтыру даналық, ал шебер қолдана білу өнер. Жүсіпбек Аймауытов атамыз айтқандай, сабақ беру жай ғана үйреншікті шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Барлығы өзіміздің қолымызда. Мен Құдайбергенова Марал Амангелдиновна үздік бастауыш сынып мұғалімі байқауының жеңімпазы болуға лайықтымын. Марал Амангелдиновна. Біздің алғашқы ұстазымыз.